Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып математика. 88-ші сабақ. Сабақтың тақырыпты әріпті өрнектер. Балалар, бірінші есепке мысалға назар аударайық. Әр есепке сәйкес өрнекті таңда. А нұсқасы. Киіз үйдің алдында 3 адам отыр. Егер киіз үйдің ішінде Б адам отырған болса, онда мерекеге барлығы неше адам қатысты? Ә нұсқасы. Егер киіз үйдің ішінде отырған Б адамның үшеуі сыртқа шығып кетсе, онда киіз үйде неше адам қалады? Бұл жерде Б тең 5 және 4 санына. Өрнектің мәнін тап. Өзіндік жұмыс. Қыздар мерекеге арнап моншақтан әшекейлер жасады. 100 азайтылған А өрнегінің мәнін тап. Мұндағы А өрнегі 50-ге, 20-ға, 80-ге тең. Жұптық жұмыс. Әріпті өрнектер жаз. Бұл жерде А тең 20 болғандағы қосындының мәнін тап. Сен зерттеушісің. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Математика күнделікті өмірде. Суреттегі фигуралардың әр түрін сана, олар қандай түске боялған? Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.